жақсы адамдар мәні. Тірліктен іздеп келеміз пайда сандары. Жетіні 5 рет тартамыз. Сосын 7, 8, 7, 5, 3. Сонда мынадай әуен шығады. Мына жеріндегі сандары 5-ті 4 рет тартамыз. 5, 7, 5, 3, 2. Қол созамыз көп неге біз айға. Сосын үшінші перне 1, 2, 3. Бес рет тартамыз үшінші пернені. Күш табатындай. Сосын 3, 5, 3, 2. Құс қанатындай. 3, 5, 3, 2, 2. Сосын 2, 3, 5, 7, 8. Мейірім қайда. Сосын 7, 5, 3, 2, 2. Мейірім қайда. Міне шумағы бітті. Енді қайырмасы. 5-ші пернені 4 рет тартамыз. Сосын 2 рет ашық 0-0. Сонда жақсы адамдарым. Қайталау. Жақсы адамдарым. Сосын 5-ші пернені 4 рет тартамыз. Кем емессің. Сосын 8-ші перне. Дер. Сосын 7, 8, 7. Патшадан бәрін. 7, 8. Патшадан бәрін дегенде 7, 8, 7, 5, 3. Патшадан бәрін. Сосын үшінші пернеге барамыз. Тектілікпенен. Үшінші пернені 4 рет тартамыз. Сосын 2 рет 0-0. Тағы қайталау. Тектілікпенен татулық дейтін. Сосын бағана қайталау. 2, 3, 5, 7, 8. Тектілікпенен татулық дейтін. 2, 3. Та-там, та-та-та. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Кем емессіңдер патшадан бәрін. 5 күн өмірде сөз мына жерде. 5 күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарын жаңағы түскен жер. 2, 3, 5, 7, 8. Жақсы амалдарын. Сосын 7, 5, 3, 2. 7, 5, 3, 2, 2. Жақсы амалдарын. Сосын қайталау. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Кем емессіңдер патшадан бәрін. 5 күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарын, жақсы амалдарын. Сосын соңынан жақсы адамдарым. Енді мен сандарын қайта видеодан қарап өтпес үшін мен сіздерге арнайы жазып қойдым қағазын, сандарын дайындап.
мынадай альбомға жазып қойдым. Сандарын жақсы адамдарымның. Сосын алғыс әні бар. Осы альбомға заказ беріп тартып кете аласыздар үйде отырып. Қазір көрсетейін. Мынау міне бұның ішіне ақ сәулем әнін жаздым бастап. Міне ақ сәулем әні. Сүйкімді қу жазып қанатын. Міне сандары. Бұл қағазымен жазылған, енді қиындау. Тартып көрсетіп жіберейін сонда да. Сүйкімді қу жазып қанатын, біздің гүлден ұшып қонатын. Менің сәулем бол, менің сәулем бол, менің сәулем. Тек қана басын көрсет. Бұлай жазып дайындап қойдым сандарын. Жақсы адамдарым әні, сызбасы енді. Мен қазақпын әні сөздерімен дайын. Міне сандары 0, 2, 3, 2. Қай пернені басу керек, барлығы дайын тұр. Ең бастысы 0, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Қай санды басқанда қай буынды айту керек, дәлме-дәл үстінде тұр. Мысалы, бір санды тартқанда сол буынды бірге қосып айтасыз сөзді. Сөзмен тез жатталады. Міне сөздері қиын емес, оңай. Не терем, қазақ болып тумағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Міне барлығы дайын. Желдей жүйрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қайырмасы әрі қарай жалғасы да бар. Мен қазақпын әні дайын. Аягөз қайда барасын әні да бар. Жаным маған дарасын, тұрып сезім паласын. Сенеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмаса екен қадірлім сезіміме таласын. Емдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің жарасын. Сөздерінен барлығы дайын тұр. Ең оңай тәсілмен, ешқандай қиын емес. Келесі қайырмасы, енді жалғасы. Аягөз қайда барасын. Қазпошта арқылы жібереміз, ол тапсырыс берсеңіздер де болады. Қалай тарту керек, түсіндірмесімен жазылған осындай альбомдар. Қазпошта арқылы салып жібереміз. Енді 1 жетінің көлемінде барып болады, енді қатты ұзақ болмайды. Аягөз қайда барасын. Жаным маған дарасын, тұрып сезім қаласын. Сенеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Емдейтін сен деп жүрсем. Мынау ең бірінші 1 болады. Шатасып кетпеңіздер, мынау 1 болады. Сосын 2, 3. 0 болса 0 ешқандай пернені баспау деген сөз. 0 деген сан тұрса. 0-ды бұлай тек тартасыздар, мына жақтан баспайсыздар. Сосын ең алғашқы үйреніп жатқан адамдар болатын болса, тек қана астыңғы қыл бар ғой, үстіңгі қыл, астыңғы қыл. Тек қана астын басып үйренуге лайықтап жаздық. Ең алғашқы үйренетін адам астын басады, өйткені үстінде астында басу бірден қиын болады. Сосын әдейі бірден тартып кетсін деп, оңай болсын деп біз тек қана астын жаздық, астыңғы сандарды. Яғни астыңғы сан деген астынан басады деген сөз. Міне 1, 2, 2 болса мынау асты, мынау үсті. Үстін баспайсыздар, тек асты. 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кейін енді жақсылап үйреніп алсаңыздар, үстін бассаңыздар да болады. Үстін басуға да лайықтап жазған әндеріміз бар. Сызбасы 7, 5. Мысалы, тек қана астын бассаңыздар оңай болады басында. 7, 5, 5, 3,
10, 9, 7 санаңыздар. 1, 2, 3. Мысалы, мынадай ән бар, туған күнімен деген. Сандары 0, 0, 2, 0, 5, 4, қиын емес, оп-оңай. Мысалы, туған күнімен біреуді құттықтағыларыңыз келсе, оп-оңай жаттап аласыздар. Туған күніңменен, туған күніңменен, туған күніңменен, туған күніңменен. Міне, көрдіңіздер ме, домбыраның көмегімен көптеген әндерді тарта аласыздар. Өте керемет домбыра деген. Міне, жаңа жыл әнінде бар мынадай Jingle Bells деген. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. On the slide, like one Christmas sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Енді бұлай басында қиындау болады, мен бұлай тек тартып кетіп жатырмын. Сосын Садыра деген әні бар, мынадай. Сандары 7, 7, 2, 2, 2-ні 4 рет, 10, сосын 7-ні 2 рет, тағы да. Сосын алғыс әні бар. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр ақтанда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барынды бағалады тәубаға төз. Жаратқан сыйғып беріп сана берді, оятқан жоқтан барды Алла алғыс. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс елдің бәріне. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерін, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенін. Алғыс айт дұшпанды да бауырдай көр, оларсыз биігінді білмес едің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманнан жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысын алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен
сосын мынадай ән бар. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан, құпиясын сыр сандығын кімге ашқан, арманына жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауық құрмастан. Қалшы бір сәт кезігіп сағынғаның сезіліп, біз қыдырған анау қуат анау бақ енді қайтып мойындырмас манауырап. Мен ауылдан кетем деген кезімде жанарында қалды бүрмін ой алаулап көкірегімнің көзін. Ал достар, кім үйренгісі келеді осы әндерді арнайы жаңағы сызбасын менен ала аласыздар WhatsApp-тан. Яғни WhatsApp арқылы жіберемін, я болмаса қазпошта арқылы да салып жібереміз. Қайсысы ыңғайлы, ал комментарийге жазыңыздар.